Армысыздар. Сіз бұл видеода Джон Рокфеллер ұстанған байлықтың әйгілі 12 ережесін білесіз. Джон Рокфеллер соңғы 100 жылдықтағы ең бай адам атанған алғашқы миллиардер тұлға. Оның байлығы қазіргі ақшаға шаққанда 340 миллиард доллар. Джон Рокфеллердің әлемге әйгілі 12 ережесі оның ғұмырбаяндық мемуарлары мен сұхбаттарының әңгіме барысындағы қанатты сөздері мен кеңестерінен құрылған. Рокфеллер байлықтың осы ережелерін жалғыз ұлына, ал ұлы 5 немересіне үйретті. Қазірде Рокфеллер династиясы әлемдегі ең үздік бай династиялық отбасылардың көшбасында. Демек, олар бай болуды, бай болып қалуды біледі, әрі үнемі байлықтарын дамытып отырады. Ал оның түп негізі туғанында кедей, көп балалы отбасынан шыққан, нөлден бастап долларлық миллиардер атанған, әлемдегі ең ірі мұнай магнаты болған Джон Рокфеллердің ұстанған 12 ережесінде жатыр. Қажет медиа арнасы және Әмір Мәуленов ұсынады. Джон Рокфеллердің 12 алтын ережесі. Бірінші, басқаларға аз жұмыс жаса. Өзіңізге қаншалық аз жұмыс жасасаңыз, соншалықты нашар өмір сүресіз. Жалақы сөзі жалданып, құл сияқты жұмыс жасаудың ақысы дегенді білдіреді. Джон мұның себебін ағасына жұмыс жасап жүрген бала кезінде түсінді. Сондықтан да өзге компанияларға жұмыс жасаған кезі өте аз еді. Ол 16 жасында бухгалтердің көмекшісі болып жүрген сәтінде өзгеге қызмет жасаудың адамды аса дамытпайтын, тығырыққа толы жол екенін түсінеді де, жұмыстан шығып өзге кәсіпкерге серіктес болады. Ол сол кезден бастап ешкімге тәуелді болмаған. Екінші, ақшаңызды үнемдеңіз. Тауарларды арзан және жаппай сатып алуға болатын жерді іздеңіз. Базарға барарда алдын ала сатып алатын заттардың тізімін жасап, және тек сол тізімде бар нәрсені ғана сатып алыңыз. Джон Рокфеллердің қалтасындағы әр тиыны санаулы тұратын. Ол капиталын көбейтпейтін беталды заттарға ешқашан ақшасын шығындамаған. Тіпті 13 жасының өзінде еңбек ақысын жинап, өзгеге пайызбен беретін болған. Ал 18 жасында кәдімгідей бизнес серіктес атанған. Үшінші, егер сіздің ақшаңыз аз болса, онда бизнес жасаңыз. Егер ақша мүлдем жоқ болса, шұғыл дәл қазір бизнес жасаңыз. Рокфеллер алғашқы бизнесін ашу арқылы кедейліктен құтылудың жолын тапты және оны дәлелдеді. Мейлі, бастапқыда жай ғана серіктес болса да, әйтеуір 18 жасында жеке кәсіпке бет бұрып, үлкен кәсіпке тәуекел етуінің арқасында мұнай магнат атанды. Төртінші, үлкен байлыққа апаратын жол тек пассивті табыс арқылы ғана болады. Яғни, сіздің қатысуыңызсыз, күш-жігеріңізді жұмсамастан үнемі келіп тұратын табыс көзі. Пассивті табыс көзін жасаңызда, жан рахатыңыз үшін өмір сүріңіз. Рокфеллер кәсіпкерліктің ішінде инвесторлықпен көп айналысты. Оның араласуынсыз табыс беретін көптеген ірі компаниялардың инвесторы болды. Сіз арнайы күш жұмсамайтын табыс көзі арқылы ғана үнемі баюдың жолын таба аласыз. Рокфеллер соның ең жарқын көрінісі. Бесінші, айына кемінде 50 мың доллар қалай табуға болатынын ойлаңыз. Мүмкін одан да көп, бірақ аз болмауы қажет. Рокфеллердің дәл осы цифрды ұсыну себебі, жалпы әлемдегі ең бай адамдардың өзі ай сайын 50 мың доллардан артық ақша жұмсамайды екен. Бұл оның жазылмаған заңы, сондықтан да оны алтын ережелердің қатарына қосқан. Алтыншы, ақша сізге басқа адамдар арқылы келеді. Сондықтан сөйлесіңіз. Дұрыс қарым-қатынас жасай алмайтын адамның баюы өте сирек. Бай адамдардың барлығы да адамдармен жақсы қарым-қатынас жасай алады. Рокфеллер адамдармен сөйлесудің, қарым-қатынасты дұрыс ұстай алу байлықтың бір кілт екенін жақсы түсінген. Ол өз тәжірибесінде Стандарт Ойл мұнай компаниясының қызметкерлеріне еңбек ақысын төлегенде жай ғана жалақы емес, сол компанияның акциясы ретінде берген. Сол арқылы қызметкерлер акциясының қымбат болу үшін ынта-жігерімен жоғары деңгейде еңбек еткен. Сөйтіп, өздері де Рокфеллерде байи түсті. Жетінші, нашар орта үнемі сізді кедейлікке апарады. Айналаңызды жігерлі, өмірге деген құлшынысы бар адамдарға толтырыңыз. Рокфеллер кедейлердің психологиясы, санасы да кедей болатынын ұқты. Олар үнемі өзгеге шағымданып, өздеріне ешқашан жауапкершілік алмайды. Олармен сөйлесудің өзі адамды шаршатып, психологиялық жақтан түсіріп жіберетінін білді. Ал байлар үнемі дамуға, жақсы энергия толтыруға талпынады. Сөйлесу арқылы өзгені де жігерлендіріп, бәсекеге дайын болады. Сегізінші, кедейлік жауапкершіліктен туындайды. Өзіңіз үшін сылтау іздемеңіз. Неге сіз дәл қазіргі сәтте мақсаттарыңызды іске асырмайсыз? Неге бірден бастамайсыз?
Ең бастысы, жауапкершілікті сезініп, мақсатқа қарай жол тартыңыз. Ешқашан сылтау айтпаңыз. 9. Әлемдегі ең бай адамдардың өмірбаяны мен ойларын зерттеңіз. Бай, жетістікке жеткен адамдар, олар еңбекқорлар, көп қиындықты жеңген мықтылар. Олардың өмірден алған сабақтары мен жіберген қателіктері, кеңестері сізге көп нәрсені түсінуге мүмкіндік береді, әрі жігерлендіреді. Егер сіз шынымен байғыңыз келсе, байларды, жеңімпаздарды тыңдаңыз. Бос сөз айтатын достарды, өсек айтатын өзгені емес. 10. Армандар сіздің өміріңіздің басты бөлшегі. Сіз армандауды тоқтатқан сәтте өлімге қарай бет аласыз. Армандау ол жай ғана қиял емес, ол адамға қанат бітіреді. Арманға қарай құрылған жоспар, нақты мақсат қана оны байлыққа жетелейді. Егер адамда арман болмаса, ол болашағын көре алмайды. Алдыға талпынуының да, еңбектенуінің де маңызы жоқ. Рокфеллердің өзі бала кезінде $100,000 табамын деп армандаған екен. Ал есейгенде $340 миллиард тапты. Армандаңыз, армандар орындалады. 11. Адамдарға шын жүректен көмектесіңіз. Тек өзіңіз көмектескіңіз келген адамдарға ғана. Кәсібіңізден түскен пайдадан 10%-ын қайырымдылыққа беріңіз. Джон Рокфеллер өмір бойы филантроп болған. Ол бала күнінде табысының 10%-ын шіркеуге, қайырымдылық жобаларына аударып отырған. Ал қартайғанда $500 миллиард қайырымдылыққа берді. Рокфеллер мұқтаж жандарға шын жүректен көмектескенді жаны сүйген. 12. Өздігінен жұмыс жасайтын етіп бизнесіңізді жүйелендіріңіз. Сөйтіп, еңбегіңіздің зейнетін, ләззатын көріп байлығыңызды жұмсаңыз. Байлық сізге бақыт сыйлауы қажет. Әйтпесе оның қажеті қанша? Мінеки, бұлар Джон Рокфеллердің 12 алтын ережесі. Күнделігіңізге түртіп, жадыңызға сақтап алсаңыз артық болмайды. Бұны айтқан анау-мынау емес, байлықтың ең абыройлы шыңына жеткен Рокфеллердің өзінің түйгені емес пе? Құрметті достар, видео мотиватор ұнаса, достарыңызға бөлісіп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Айтпақшы, Рокфеллердің айтқандарының бәрімен келісесіз бе? Ол кісінің қай ережесі қате деп ойлайсыз?